Сұхбаттас болуға ниеттеніп ықыластанып жүредік. Міне бүгін сәті түсіп Түркістанның топырағында кездесіп отырмыз. Сіз өзіңізді таныстырып, содан соң біздің сұрақтарымызға жауап беріп, өзіңіз білетін тарихи деректерді бөліссеңіз деген тілегіміз бар. Сендерге бұл сұрақ кезінде Советтің кезде Адайский Советский Республика деген болғанын білесіңдер ме, білмейсіңдер ме? Адай уезі болғанын білеміз. Жоқ, Адайский Советский Республика болғанын білесіңдер ме? Жоқ, оны естімедік. Оны білмейді екенбіз. Тарихта сондай республика болған. 1936 жылы Сталин Москваға Адай Республикасының қатысысын, Совменің председателін 5-6 адамды шақыратты. Самолетпен түскенде бірден жаңағы қамауға алып, Адай Республикасын 36 жыл таратып жіберді ғой. Соны тарихта еш жерде жазбаған. 1986 жылында Горбачевтың кезде жарияланғанда мындай әңгіме шықты ғой. Сол кезде орталық партия комитеті протокол заседаний Политбюро ЦК КПСС деген жаңағы сборник шығарып тұрды ай сайын. Ол сол 20 жылдардан басқа шығарған соның бәрін протоколдарын пленумдардың соның жаңағы Политбюро заседанияның сол неде 11-12 жылында 88 жылы осы Адай Республика туралы сонда түгел жазылған. Сонда бірінші рет бұрын былай әңгіме қылған естіген, бірақ бірінші рет сонда официально Адай Республика болғанын сонда білдім. Адайский Советский Республика деген атағы бар. Соны қазір біздің тарихшыларын ешқасы айтпайды, жазбайды, ешқай зерттемей ме білмеймін. Соны зерттейтін адам болса, өте дұрыс болар еді. Адайдың тарихының ең ақтаңдағы сол болып отыр, жасыратын жоқ. Енді менің аты жөнім Москау Ноқрабеков. Өзім бір жағы журналистпін, бір жағы заңгермін, бір жағы мәдениет қызметкерімін. Бұрынғы партияның кезінде бүткіл системада жұмыс істедім. Комсомол, партия, совет, профсоюз. Одан кейін мәдениет басқармасын басқардым облыста. 10 жылдай құрылыс тресін басқардым. Строительный управление трес, ремонт строительный трес дегенде. Инженер құрылысшы деген мамандығым бар. Содан сәуелсіз кезінде қайтадан не дейші болған? Мемлекеттік қызметкер болдық. Облыс әкімшілігін істедім. Аманбекті шанып келді де бәрімізді бір күнде жұмыстан босатып жіберген. Содан 5 жылдай ішкі істер бөлімінде майдың замы болып істедім. Соны 2000 жылы қайтадан жаңағы мемлекеттік қызметкер, ішкі саясат басқарма бастығының орынбасары болдым. Содан 2007 жылдан одан кейін 2 жыл аудандық газеттің редакторы болдым, 3 жыл аудандық газеттің редакторы болдым. Одан кейін 2007-ден 2010-ға дейін Жамбыл облысында мемлекеттік тілді оқыту орталығының директоры болып қызмет істеген. Шағын жерлегенде айтқан екен, бұл жақта сөйді бір 20 километр жерде Үлгілі деген ауыл бар. Адайлар тұрады жерде. Содан кейін бері Жамбылдың батыс жағында Рахат деген ауыл бар. Өр жерде Адайлар тұрады. Мен сол екі ауылды көріп жатамын. Ар жағында Мақпал деген совхоз болған, сол жерде Адайлар тұрады өр жерде де. Сол үш ауылды көріп жатамыз, таудың бас жағына жерлеген ғой Адайда. Адайдың өзі сол жерде таудың басында ғой, Таудың ең жоғары жағында биігінде сол жерде соғыстың басында тасы бар. Белгісі бар ғой, таң басы Адай деген жазуы бар, белгісі бар. Белгісі бар, аты жазылған. Оның төмен жағында Мұңал немересі.